Біліктілікті арттыру заман талабы. Білім беру жүйесіндегі біліктілікті арттыру іс-шарасы аса қажетті өміршең үрдіс. Қазіргі таңда өрлеу біліктілік арттыру курстары өте жиі ұйымдастырылуда. Соның бірі 2022 жылдың 26 қазан 4 қараша күндері аралығында өрлеу акционерлік филиалы Жетісу облысы бойынша Талдықорған қаласында қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәні педагогтерінің базалық және пәндік құзыреттілігін дамыту тақырыбында өткен курс. Бұл курстың мен тыңдаушысы болдым. Өрлеу курстары маған не үйретті? Біріншіден, курс жетекшісі Орманбекова Ляззат Жеккенқызының курс барысында жүргізген әр сабағына, айтқан әр сөзіне тәнті болдым. Нағыз ұстаз қандай болу керектігін өз көзімен көріп, Жетісу облысында керемет ұстаздар көп екендігі бойыма мақтаныш сезім ұялатты. Ляззат Жеккенқызы, мұғалім маман өз атына лайық болу тиіс. Мұғалім оқушыға барлық жағынан, яғни өзін-өзі ұстай білуі, сөйлеуі, жүріс-тұрысы, киім кию мәдениетімен үлгі болу керектігін өзінің әр әрекетімен үлгі бола алды. Екіншіден, курс барысында 10-11 сыныптағы қазақ тілі және әдебиеті пәндері бойынша күрделі мақсаттар талданып, көптеген ресурстар, құнды дүниелер қоржынымды толтырды. Мазалап жүрген қиын сұрақтарыма жауап алдым. Ляззат Жеккенқызының және курсқа қатысқан әріптестерінің ықпалымен кәсіби білімім тереңдетілді. Іскерлік қасиеттерімді жетілдіруге және шығармашылық бағытта өзімді әрдайым шыңдауыма бетбұрыс алдым. Екіншіден, курс барысында 10-11 сыныптағы қазақ тілі және әдебиеті пәндері бойынша күрделі мақсаттар талданып, көптеген ресурстар, құнды дүниелер қоржынымды толтырды. Мазалап жүрген қиын сұрақтарыма жауап алдым. Ляззат Жеккенқызының және курсқа қатысқан әріптестерінің ықпалымен кәсіби білімім тереңдетілді. Іскерлік қасиеттерімді жетілдіруге және шығармашылық бағытта өзімді әрдайым шыңдауыма бетбұрыс алдым. Қорыта келе, бұл курстан түйгенім, мұғалімдер арасында үнемі ашық бәсекелестік жүру керек. Сонда ғана педагогтер көштен қалмау үшін құзыреттілігін арттыру арқылы кәсіби деңгейін көтеріп отырады. Егер біліктілігімді арттырамын, оқушылардың білім деңгейін көтеремін деген ізденгіш ұстаз болсаңыз, өрлеу курстарынан өтіңіз. Егер 1 немесе 2 жыл көлемінде курстан өтіп тұрсаңыз, біліктілігіңіз артып, білім қоры көбейері анық. Назарларыңызға рахмет.